Балалар, қазақ тілі пәнінің кезекті сабағын бастаймыз. Үшінші бөлім отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер. Сабақтың тақырыбы бесікке салу. Сабақтың оқу мақсаты тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау. Ал балалар, мына суреттерге назар аударайықшы. Бұл суреттерде қандай отбасылық дәстүр бейнеленген? Өте тамаша балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл суреттерде бесікке салу отбасылық дәстүрі бейнеленген. Олай болса, мына бейне материалға назар аударыңыздар. Бала өміріңнің жалғасы. Жас нәрестенің дүниеге келуі отбасы мүшелеріне үлкен қуаныш. Туылған баланың кіндігі түскен соң бесікке салған. Халқымыз қастерлеген бесіктің ең алдымен баланың тазалығына, аяқ қолы мен денесінің түзу болып қалыптасуына тигізер пайдасы орасан. Нағашы жұрты әкелген бесікке әулет әжелері ерекше ықыласпен қарап, оның жөн жоралғысын жасаған. Оң ба? Оң ба? Оң ба? Нәрестені бесікке салмас бұрын тыштыма жасалады. Тәттілерді түбектің ойығынан салып, бесік астынан уыстап алынған тыштымаларды жас бүлдіршіндерге таратады. Кәріжіліктен жасалған шүмек баланың тазалыққа үйреніп, төсегін бұлғамауға және ұзақ ұйықтауына жағдай жасайды. Сәбиді ақ мамығына жатқызған соң, өз атасының шапанын, жібек маталар, ат әбзелдері мен әкесінің зерлі белбауы секілді заттарды бесік үстіне жабады. Құдағи, баяғыда енеміз айтып отырушы, аттың жалы бесіктің аяқ жағына қойылады. Балаңыз шабан тоз болсын, аты жүйрік болсын. Алыңыз, құдағи. Ой, рахмет. Қазақ мұрагерімнің болашағы мықты болсын деген ниетпен түрлі дәстүрді ұстанған. Баланы бесікке салған аналар бесікті алып қашу салтын жасаған. Ілгеріде әжелеріміз немерелерін бесікке салғанда үстіне мініп Қаратаудың басына қарай алып қашып кеткен екен. Мен де сол Қаратаудың басына қарай алып қашып бара жатырмын. Сатып алыңдар, сатып алыңдар. Сатып алыңдар, сатып алыңдар. Бірінші тапсырма, мәтіндегі негізгі ақпаратты тауып, күрделі сөздерді теріп жазыңдар. Дескриптор, мәтіннен негізгі ойды табады, мәтіннен күрделі сөздерді теріп жазады, мағынасын ажыратады. Шілдехана, жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын ойын-сауық той. Жастар жиналып ән салып, домбыра тартып, өлең жыр айтады. Сол күні баланы шілде суына шомылдырып, суға сыңғырлаған тиындар салады. Балаға денсаулықпен бірге байлық та тілейді. Бесікке салу. Бесік қасиетті, киелі, құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы болып есептеледі. Бесікке салу елдегі жол үлкен, тәрбиелі, өнегелі әжелерге, әйелдерге тапсырылады. Ол бесікті отпен аластап, тыштырма жасап алып, баланы бесікке бөлейді. Бесіктің түбегі орналасқан жерден кішкене бұршақ тәрізді тоқаштар өткізіліп, оны тыштырма деп атайды. Бесік үстіне 7 түрлі қадірлі таза заттар қойылады. Бесікке салған адамға бесікке салар, яғни қаделі сый беріледі. Негізгі ақпарат шілдехана, бесікке салу, күрделі сөздер, ойын-сауық, өлең жыр. Балалар, екінші тапсырма. Мәтіндегі тірек сөздерді анықтап, бірнешеуіне дыбыстық талдау жаса. Дескриптор тірек сөздерді анықтайды, мәтіндегі тірек сөздерді тауып, дыбыстық талдау жасайды. Мен өзіме шілдехана, бесікке салу деген сөздерді жазып шықтым. Ал енді балалар, шілдехана деген сөзге дыбыстық талдау жасайық. Ш. Төл дауыссыз дыбыс қатан. Тілдің қатысына қарай жіңішке, жақтың қатысына қарай қысан, ерінің қатысына қарай езулік. Л. Төл дауыссыз дыбыс үнді. Д. Төл дауыссыз дыбыс ұян. Тілдің қатысына қарай жіңішке, жақтың қатысына қарай ашық, ерінің қатысына қарай езулік. Х. Кірме сөзде кездесетін дауыссыз дыбыс.
А. Тілдің қатысына қарай жуан, жақтың қатысына қарай ашық, еріннің қатысына қарай езулік. Н. Төл дауыссыз дыбыс үнді. Ендеше балалар, үшінші тапсырма. Мәтіндегі қою қаріппен берілген сөздерді түсіндірме сөздіктен тауып, мағынасын түсіндіріңдер. Дескриптор берілген сөздердің мағынасын ашады, себебін түсіндіреді. Шілдехана тіл көзден сақтау. Тіл көзден сақтау деген мағынаны білдіреді, яғни сәби үйге келгенде адамдар жиналып той жасайды. Бесікке салу, бесікке байлау, бесікке байлау деген сөзді білдіреді. Отпен аластау, отпен тазалау, яғни жын перден сақтау деген сөз. Бесікке салар сыйлық, бесікке салған адамға сыйлық беріледі. Кәделі сый рәсімдік, ғұрыптық жоралғы. Яғни балалар, бесікке салған адамға кәделі бағалы сыйлық беріледі. Соңғы тапсырма, үйге тапсырма. Бөбекке тілек деген тақырыпта шағын әңгіме жазып, буын үндестігіне бағынбайтын сөздерді анықтаңдар. Бөбекке тілек. Әр үйде сәби үні шығып жатса береке. Сәбиді кейде бөбек деп те атайды. Бөбектер анасымен, әкесімен болған жақсы. Бөбектің анасы сәнқой болса да, саудагер болса да қасында болу керек. Өркенің өссін, үлкен азамат бол деп бөбектерге тілек тілей жүрейік. Буын үндестігіне бағынбайтын сөздер. Бұл жерде балалар анасымен, әкесімен, себебі көмектес септігінде тұр. Сәнқой, саудагер, қой, гер деген қосымшалар осы сөздерге жалғанып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі